Сәлем достар, привет друзья, мәрхаба arkadaşlar. Каналыма қош келдіңіздер. Мен Айнұр. Мен сіздерге 5 минутта дайындалатын курабе рецептін көрсеткім келді. Балалар бұл тәттіні өте жақсы көреді. Курабе өте нәзік, жұмсақ және ұсақталған. Ол аузыңызда ериді. Қамыр илеу үшін бөлме температурасындағы өнімдер алу керек. Бізге 250 грамм маргарин немесе сары май қажет. Содан кейін бір кесе қант ұнтағын қосыңыз. Бір жұмыртқаның сарысын қосыңыз. Сонымен қатар бір пакет қопсытқыш ұнтақ және бір пакет ванильді қант қосыңыз. Онды електен өткізіп, аз-аздап салып, қолға жабыспайтын қамыр илеңіз. Шамамен 3,5 не 4 кесе ұн қажет болады. Бір жұмыртқаның ақуызын мұқият араластырыңыз. Әрі қарай бізге кез келген туралған жаңғақ қажет. Менде жер жаңғақ бар. Жер жаңғаққа 4 чай қасық қант қосыңыз. Қамырды кішкене бөліктерге бөліп, шарларға айналдырыңыз. Содан кейін алдымен ақуызға, содан кейін жер жаңғаққа батырыңыз. Алдын ала қыздырылған пеште 150 не 180 градус температурасында 15 не 20 минут пісіреміз. Пісіру кезінде өзіңіздің пештеріңіздің дәрежесіне қарай пісіріңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, менің видеоларымды жіберіп алмас үшін жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Пока-пока. Hoşça kal.